Қайырлы кеш, баклажаннан дәл осындай 3 түрлі салат жасадым. Бір-біріне ұқсамайтын өте дәмді болып шықты. Острый салат, хрустящий баклажан, арнайы соусымен және соядан жасалған ащы салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Кез келген жиында дастарханның сәнін ашатын өте керемет салаттардың бірі. Хит салаттар десем де болады. Баклажанды ең алдымен жуып тазалап, артығын алып тастап, осылай ұзынша етіп турап алдым. Келесі баклажанды дәл осылай қабығын алып тастадым. Сіздер алмасаңыздар да болады. Бұл салатқа 2 баклажан кетті, 2 штук баклажан кетті. Кубик тәріздес етіп, орташа көлемде турап алдым. Келесі салаттыкін дәл видеодағыдай етіп, қиғаштап турадым. Бұл өте әдемі көрінеді. Қабығын алып тастаған баклажанды пакетке салып қойдым, қарайып кетпес үшін. Ал қалған туралған баклажанды салқындатылған суға 1 қасық тұз салып, 15-20 минутқа бетін бастырып, демалдыруға қойдым. Келесі кезекте табаны отқа қойып, майды қыздырып алдым. Және пакеттегі баклажанды крахмалға ары-бері жақсылап аунатып алдым. Қызып тұрған майға баклажанымды қызартып, асты-үстін қуырып алдым. Бізде крахмал міндетті түрде картоп крахмал болу керек. Сол кезде қытырлақ әдемі болып шығады баклажанымыз. Асты-үстін қызартып, 15-20 минуттай қуырып алдым. Тұзы суға батырылған баклажандарды құрғатып, дәл осылай крахмалға аунатып, артынша қуырып алдым. Асты-үстін қызартып. Келесі салаттың баклажанын 1 жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырып, дәл осы жұмыртқаға салып, майға қуырып алдым. Келесі кезекте хрустящий баклажанның соусын дайындайық. Салатқа ерекше дәм беретін ол соусы. Дәл видеодағы заттарды алып қойсаңыздар, ұзақ уақытқа жарайды. Салаттарыңыз дәл ресторандағыдай болып шығады. Міндетті түрде осы заттарды алып қойыңыздар. Міне бізде соус дәл осындай болып шықты. Нақты түсірген видео түспей қалған екен. Сіздер қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Помидор мен сырды кубик тәріздес етіп турап алдым. Сәндеу барысында салат жапырағын қолдандым. Дайындап алған соусты салаттың бетіне құйып шықтым. Бұл салатқа кез келген сыр жарайды. Қалауларыңыз бойынша қоса берсеңіздер болады. Міне қыздар, дәл осындай салат шықты. Келесі салатқа 1 пиязды тігінен турадым. Қалауларыңыз бойынша қызыл бұрышты турауларыңызға болады. Мен ұзынша етіп турадым. Огурцыйды қиғашынан турадым. Әдемі көрінеді. Салатқа 1 помидордың ортасын алып, тек етін қолдандым. Табаны қыздырып, пияз бен қызыл бұрышты бөлек-бөлек қуырып алдым. Дәл видеодағыдай етіп қуырыңыздар. Және петрушка қостым. Қалауларыңыз бойынша укроп қоссаңыздар да болады. Ендігі кезекте дәмдеуіштерді қосамыз. Ең бірінші тұз, 1 қасық соя, бұрыш және уксус проценті аз болу керек. Міндетті түрде паприка қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып, холодильникке жарты сағатқа қойсаңыздар, дәмдеуіштерінің барлығы сіңіп, өте дәмді салат болады. Ал келесі салатты дайындау барысында мен 1 сәбізді теркадан өткізіп алдым. Қызыл бұрышты дәл осылай ұзынша етіп турап алдым. Егер қатты ащы салат ұнатсаңыздар, ащы бұрыш қоссаңыздар да болады. Ендігі кезекте дәмдеуіштерді қосатын боламыз. Тұз, бұрыш, уксус 2 қасық, чеснок және укроп қостым. Бір-бірін жақсылап араластырып, холодильникке жарты сағатқа демалдырып қойсаңыздар, дәмдеуіштері сіңіп, өте дәмді салат шығады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео пайдалы болса, каналға жазылып, қоңыраушаның үстін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен, пайдалы видеолармен бөлісіп отырамын.